Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Таңмен таласа қазақ елінің абыройы бір емес екі рет асқақтап алды. Бұған себеп болған біздің UFC-дегі жігіттер. Бұл күні айымыз оңынан туды. Ақ түйенің қарны жарылды. Бұлай дейтінім, қазақ ММА-сы үшін үлкен тарих жасалды. Бір кеште екі жауынгеріміз шығып, UFC-де екі жеңіске жету өң түгіл түсімізге кірген нәрсе емес. Бірақ бұл олқылықтың орны толда қайын. Бөрікті аспанға атсаңыздар, енді атыңыздар. Шавкат Рахмонов, бұл жігіт әлем ММА-сындағы құбылыс екендігін бүгін тағы да көрсетті. Бұған дейінгі 3 жеңісі кездейсоқтық деп қарайтындар енді көздерін жеткізген шығар. Неге құбылыс? Өйткені оның қимылы бөлек. Бейне бір өз жемтігін көзбен арбап, жіпсіз матап тастайтын әбжыландай алдына шыққандарды кібіртіктеп тастайды ғой шіркінің. Мүлде бөлек стиль. Бір қарасаң, сондай бір ширақ қимылдарында көре алмайсың. Десе де оның асықпай жасаған әдістері қарсыластарын әбіржітіп тастайды. Осыған қарап, алып күш иесіме дейсің. Солай болса, солай да шығар. Буыны қатаймай жатып ақ, базарда арба сүйреген бала арманмен өмір сүрген шығар. Енді міне сол армандар жаймен орындалып келеді. Бұл жолда ол қиналмады. Мақтаулы Нил Магни бүгін көшпендіге қарсы октагонға шыққанда білгенінен жаңылғандай. Өйткені ол UFC-де 10 жылдан аса жүрген жауынгерге мүлде ұқсамады. Бейне бір толқынысын баса алмаған дебютанттан еш айырмасын көрмедім. Жоқ, мұндайлар жарамайды. Магнидің деңгейі Шавкат үшін сай келмейді. Төменгі дивизион. Енді жоғары қарай самғай түсу керек. Ал келесі жемтік ретінде Рахмонов Стивен Томпсонды таңдап отыр. Кездесуден соң кіммен шығасың деген сұраққа көңіл жүрген жоқ. Бірден осы американдықты айтты. Ал Томпсон әрине бұл жекпе-жекті қарап отырды. Көшпенді Томпсон дегенде жүрегі алып жүріп өзін қоярға жер таппай қалғанда шығар. Бұл жеңісті көрген Чимаевтың түр әлпетін көргім келеді. Ол қандай ойда болды екен? Өйткені қазір Шавкат жүрген жерде Хамзаттың, ал Хамзат жүрген жерде Шавкаттың есімдері аталады. Бұл жолда орыс комментаторлары бұл тақырыпты қозғап өтті. Ай қайдам, Чимаевтың да жүрегін шайлықтырдың ау Шавкат. Хорхе Масвидаль не дейді екен? Бірақ рейтингі жоғары тұрған Томпсонды таңдаған соң Шавкат Масвидальді қарастырмайтын да секілді. Бұл жекпе-жектен соң қазақ үздік 10-тан барып орын алады. Бұл анық нәрсе. Магниді орнынан сырады. Арғарайғы мақсаты үздік 8-дік болып тұр ғой. Сондықтан ол 7-ші орындағы Стивенді шақырып отыр. Шавкат асықпайды. Ең бастысы ол өз күшіне сенімді. Әрине біз бұл кеште бақ сынасып жеңіске жеткен Сергей Морозовты да құттықтаймыз. Ол Раулиан Паеваны төрешілер шешімімен жеңді. Шавкат сияқты шулы жеңіс емес әрине. Десе де бұл бауырымыздың жеңісі үлкен жетістікке жол ашып бергендей. Жалғастың шамасы жетпеген Паеваны Сергей алып қойды. Сергей енді алға қарай. Деңгейі жоғарылау қарсыласпен шығуды мақсат тұтпақ. Ең бастысы ол жеңілісті жапты. Енді ары қарайда UFC-дегі мансабын жалғастырмақ. Сонымен қатар біз Сайран Нұрданбектің де жеңісіне қуандық. Қытайлық қазақта бұл кеште мансабындағы маңызды жеңісін тіркеді. Сайранда енді 2 жеңістен тұратын серия бар. Және ол одан ары қарайда осы бір жеңісті жолдан таймас екен. Өзге елдің атынан шықса да өзекті жарып шыққан бауырымыз емес пе? Сонымен бұл тарихи күн. Бір кеште 2 қазақстандық өнер көрсетіп екеуі де жеңіске жетті. Мұнымен қоса бір кеште 2 қазақ шығып жеңістерін тіркеді. Бұл шындығында да бақытты күн. Осыдан кейін бұл жігіттерді қалай батыр демейсің? Жарайсыңдар. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.